Так, алдарыңызда Hyundai Sonata 1.6 турбомен. Удар осы жағынан келген. Фарасы, крыласы және бампер ауысқан. Капот тоже боялған. Под капотын пространствода тек көрініп тұрғандай мына жағынан ғана лонжерондары барлығы балқысы сау. 2020 жылға таза. AC плюс комплектациясында VIN коды. Кожаный салон, комбинированный алькантарой. Так, электрический привод сидения, удержание полосы, барлығы электрический. Так, пробеги 115 000 километр, миль емес километр. Коробка уже новый, коробка рестайлинговый, 2020 жылға. Полный қара салонмен, қызыл строчкалармен. Машинаның жағдайы өте жақсы. Қазір ұстап тұрған бағасы, соңғы берем деп тұрған бағасы $12,500. $12,500 соңғы берем деп тұрған бағасы. Себебі жаңағы уже уақыты келген, сол себепті срочно беріп жүремін дейді. Бұның асты да тап-таза асты. Кімге қызық, сразу хабарласа беріңіздер. Өте таза машина, жақсы машина. От алдырып айдап та көрдік. 1.6 турбо, кімге қызық, хабарға беріңіздер. Бүгін ертең срочно берім керек деп тұр. Себебі бұлардың жаңағы берілетін сроғы бар. Сроғы уже келіп қалған. Растамыш жасау керек. Кімге қызық, хабарласа беріңіздер. Без ключевой доступ бар. BCN датчик бар. Subaru Crosstrek 2018 жылға. Мына жерде 2.5 жазылып қойды бар. 2.5 емес, 2.0 объеммен. Өте жақсы зимний шиналармен тұр, қыстық дөңгелектермен. VIN кодын көрсетіп жіберейін. Таза 18. Удар тек алдынан болған, айырбактар атылмаған, өзінікі. Кожаный салон, электрический сиденье, там бұл жерде жаңа BCM датчиктері бар, мультимедиа, аудиосистема Harman Kardon, мультируль бар. Пробегі 74 000 миль. Подогрев сидений, көріп тұрғандарыңыздай. Crosstrek, люкпен, состояниесі жақсы. Полный кожаный салонмен. Комбинация жоқ бұл жерде, тек кожаный салон. Таза 2018, 2.0 объеммен, кімге қажет мінекей. Бағасы $13,000. Енді азамат саудасы бар дейді. Ол жағын енді нақтырақ кейін саудаласа беретін боламыз. Астында мінекей көрсетіп кетейін. Енді турболарында кішкене тат басқандар бар екен. Камера заднего вида. Удар тек алдынан болған мына жерден. Балқысы, мынау фаралары барлығы шешілген, бірақ қайта орнына қойылған. В принципе, былай дұрыс, қалған жердің барлығы өзінікі. BMW X5, F15, ақ түсті. 2016 жылғы 3.0 объеммен сұрап тұрған бағасы $19,500. Барлығы родной окраста. Жаңағы жабық аукционнан алынған. Бұл жерде тек платный Carfax қана көрсетеді. Жаңағы ақылы Carfax дейді ғой. Содан ғана көрсетеді. VIN кодын көрсетіп жіберейін. VIN кодын. Так,
ішіне келетін болсақ, мінекей көріп тұрғандарыңыздай қоңыр салон, память сиденье бар, мультироль М-овский. Бұл жер енді барлығы М-обвесте болып тұр, М-пакетте болып тұр. Заводской. Карфакстан қараған жоқпын өзім, шын айтайын, сразу айтайын. Тек жаңа сатушының айтуы бойынша қазір айтып тұрмын. Қалған нақтырақ, кейін алар кезде, клиент болып отқан кезде қараймыз. Так, пробегі. Так, пробегін қарап жіберейік. Так, 158 мың километр екен. 158 мың километр дейді. Оның барлығын кейін нақтырақ тексере жататын боламыз ақылы Carfax арқылы. Панорамный крыша. Мінекей темный дерево. Задний климат. Так, үшінші сиденье жоқ бұл жерде. Заводской М-пакет дейді. Келесі мына көлікті түсіріп кетейін. Volkswagen Atlas 2020 жылғы 25.800 доллар шаптыр, 2.0 турбинамен, полный привод. Жүрген шақырымы 39.000 миль дейді. Кросс-спорт коммутациясында толықтай былғары, состояниесі өте жақсы екен. Так, 39.000 миль. Потолок қара. Қара салонмен толықтай. Мультимедийная система бар, подогрев сиденья бар, электрический привод сиденья. Так, БСМ датчики, бесключевой доступ, push-старт. Так, вин-коды. Вин-код бойынша таза 20 жыл 11 ай. Volkswagen Atlas дейді. Так, артқы салонда көрсете кетейін. Айтқандай машинаның жағдайы өте жақсы екен. Бұлар енді біздің Қазақстанда бар ма жоқ па әлі білмеймін. Бірақ сол Ресей азаматтары алып жатқан машиналар. Біздікілер енді Volkswagen'ні қатты қызыға қоймайды. Бірақ қызыққандар болса, бағасы осында 25.800 доллар. 2020 жылға. Так, мына қатардағыларды көрсетіп шығайын бағаларын, жазылып тұрғандарды сразу сіздерге. Так, Tucson 2018 жылғы 11.000 доллар шаптыр, 78.000 миль жүрген екен. 2.0 объеммен, вин-коды, кожаный салонмен. Так, БСМ датчиктер бар екен. Мына терезесі сәл былғанып тұр. Дұрыс көрінбейді. Так, вин-кодын көрсеттім. Келесі кеттік. Elantra, Hyundai Elantra 2016 жылғы 2.0 объеммен 6.700 доллар дейді. Ақ түсті. Так, люк бар, велюровый салон, вин-код. Вин-код пен бесключевой доступ, push-старт, БСМ датчик бар екен и подогрев сиденья бар екен. Мультимедийная система. Так, келесі. Так, мынау бізде Honda Pilot. Так, 2020 жылғы 3.5 16.300 доллар саптыр. Так, вин-кодын көрсете кетейін. Так, вин-коды. Люкпен. Бұның бір жақсы жері 3 ряд сиденьесі бар, бір жаман жері 3.5 объем болып тұр. Бұрындары бір Honda Pilot'тың түрі бір 4 бұрышты ұсқынсыз болады еді. Бұл жолы өте әдемі шыққан екен негізінде. Бесключевой доступ, люк, кожа, мультимедийная система, последняя коробка, жаңа 8 сатылы барлығы Одиссей еткендей. 7 орындық. Тағы не? Тура сол Subaru Ascent'тің классы болып тұр ғой бұл да. Бір жаманы 3.5 объем болып тұрған болып тұр. Әйтпесе алуға болатын еді. Так, келесі 8.500 доллар дейді. Chevrolet
трекер да? Chevrolet трекер. Мынау екен тақты. Так. Chevrolet трақтап қойыпты. Келесі. Так, Subaru Forester. 2019 жылғы декабрь айы дейді. Желтоқсан айы 2.5 объеммен 82 000 миль жүрген. Вин-коды. Мінекей. $12,000 шап тұр. Салоны комбинированный салон. Ткань және эко-кожа. Қызыл түсті. Келесі. $9,500 Chevrolet 2020 жылға 96 000 миль жүрген 1.4 объеммен. Так, бұның іші де комбинированный салон екен. Комбинированный салон. Мультимедийная система, мультируль. Трах. Chevrolet трах. Мінекей вин-кодын бұнда көрсіп кетейін. Кімге қызық 1.4 объеммен 2020 жылға. Мүмкін қарайсыздар. Так, келесі RAV4 Toyota 2021 жылға $20,300. Так, вин-коды. Мінекей көрінді ма? Так, велюровый салон. Мультимедийная система. Мультируль. Так, велюровый салон. Так, пуштар ештеңке жоқ. Комплектация былай айтқанда. Самый пустой базовый комплектация. Так, Jeep Grand Cherokee. $18,000 дейді. 2019 жылғы 3.6 объеммен Grand Cherokee. Так, вин-коды. Көрінді ма? Вот, енді көрінді. Мінекей. 3.6 объеммен. Бұл жерде комплектациясы былай жақсы. БСМ датчики, бесключевой доступ, кожаный салон, мультимедиа. Керектігінің барлығы бар. Поставка. Так, 2015 жылға $12,500 дейді. 3.5 XLE комплектациясы. XLE полный привод. Еще. Так, вин-кодын көрсете кетейін сразу. По вин-коду. 2015 екен по вин-коду мінекей. XLE состояние. Так, состояниесі бірақ пробегі 196 000 миль екен өкінішке орай. Подогрев сиденья барлығы бар. БСМ датчики, электрический привод сиденья. Так, монитор жоқ екен. Шторкалары бар. $12,500. Арғая уже саудасы бар. У нее механическое повреждение было, да? Да, нет, не механическое. Вот это щиток, вот это слой заводской, здесь била трещиница, вот так била. Ага. Оставлю все вообще, вот заводской капот, удар нету, аэрбаги нету открыты, ни краска, ничего нету. Все, хорошо. Все заводской. Я, мына жерде кішкене ілінбей болған екен. Әйтпесе, былай сыртан тап-таза машина екен. Баллондары Michelin, протекторлері жақсы. Жалпы осылай Sienna бойынша. Бұл жерде бірақ полный привод. XLA чистый люк, все есть. Все. Электродвери, все. Yeah. Договариваемся. Все, хорошо. Так, кеттік дальше. Так. GX-тар тез көрсетіп кетейін. GX кімге қызық? Бағаларын. 2015 жылға 129 000 миль жүрген 4.6 $25,400 шап тұр. Ақ түсті, енді бұл жерде Lexus'те енді комплектация айтудың қажеті жоқ. Барлығы бар бұл жерде. Керектінің. Память сиденья, электрические, мультимедиа, мультируль, даже умыватель фар, барлығы бар, 3 ряд сиденья, люк. Так, келесі. Бұл жерде 2020 жылға 4.6 86 000 миль жүрген $36,000. $36,000. Бұл жерде так.
мынаның кожасы кішкене қалай айтсам болады, шоколадный емес, бір қоңыр емес, бір кофеин цвет екен, кофеин цвет вот. Так, вин-кодын көрсетіп кетейін. Вин-код бойынша 2019. Так, үшінші қарасы тұр екен. Ол қарасының бағасы так, $39,900. 21 жылғы 4/6 $36,000 сап тұр. Кеттік, бұның да вин-кодын көрсетіп кетейін. Вин-коды. Мен байқаған болсаңыздар, бұны бірінші выпустарда GX-та түсіп кеткен болатын, одан кейін түсірген жоқ болатын. Так, келесі 223 Mercedes 223. Қазір фокус жоғалып кетіп отыр, хотя это. Так, ценасы жазылмаған екен, 2020 жылғы 93 000 миль жүрген 3.0 мотормен. Цена? Короче, 65 хочу. 100 тысяч написано. $65,000 сап тұр. $65,000 сап тұр. Бұл жерде неке? Жабық тұр екен. Тап қойыпты. Ішін көрсете кетейін. Так, артқа салон сплошной. Панорамный крышамен. Камера 360 барлығы бар. Бұл жерден айтатын ештеңесі жоқ. Каратыш. Лонг емес. Каратыш. Солай. Жалпы осы базар бойынша. Так, енді ары қарай кеттік. BMW G30-дар. Мынаусы енді уже рестайлинг F90-ға 290-ға кигізіп тастаған. Мынаусы стоковый заводской күйінде тұр. Заводты қалпында тұр. Так, бағаларын айта кетейін, 2018 бағасын жазбаған екен. Так, екі объемдық ақ салонмен проекция. Бұл жерінде комплектациясы жаман емес. Люк барлығы бар. Вин-кодын қарай кетіңіздер. Бағасын енді әзірше біле алмаймыз. Так. Бір көрсетіп кетейін. Мынаусы енді жаңа айта кеткендей заводты қалпында тұр. Ешқандай шанақтарында ештеңе ауыспаған. Бұның бағасы $15,900, 2017 жылғы пробегі 147 000 километр. 2.0 объеммен, қара салонмен, тоқ өрікмен. $15,900. Екі объемдық G30-тар бойынша осылай. Бұның да вин-кодын көрсете кетейін. Кестесі. Kia Optima 2020 жылғы. Так, олар мына жақтан, ходовой жақтан келген. 2020 жылғы $10,000 дейді. Пробегі 75 000 миль. 75 000 миль. Так, екі түр GDI мотор тұр, линзовый оптика тұр, панорама, бесключевой доступ, PCM датчики, кожаный салон, комплектациясы жақсы. Удержание полосы. Так, вин-кодын көрсете кетейін. Вин-код бойынша 20 жыл таза. Подогрев сидений. Состояниесі жаман емес кожасының. Панорама барлығы бар, 75 000 миль. Бағасы $10,000 дейді, саудасы бар. Машина полностью родная окраста тұр.
таза екен. Енді $10,000 қымбаттау, бірақ состояниесі, комплектациясы соған сәл тұрарлықтау болып тұрды, кішкене жақсы болып. $10,000-ға 2014 жылғы Camry 50-ді алғанша осыны саудаға салып кеткен дұрыс та. Негізінде 20 жылғы жаңа Camry 70 XSE келген екен. Соңғы крайний бағасы $16,500 деп тұр. Мүмкін нақты саудаласа тағы түсер. Бірақ қазір айтып тұрған бағасы сондай. Мына жерде кішкене енді патактар бар екен. Так, 2019 мінекей вин-кодын көрсете кетейін. Панорамная крыша, енді бесключевой доступ, XSE болған екен, енді комплектациясы жақсы екен. Скорее всего, бүйтіп бір қарап айналып шықтым. Машина әзірше жабық тұр. Дальнейший толщамен тексере жатармыз. Удар артан келген сияқты. Себебі сәл мына жақтар отырмай қалған екен. Удар артан келген сияқты, бірақ қалайда алдыңғы есікпен есік крыло и капот на ощупь сырланған. Жалпы пробегі жүріп тұрған қазір шақырымы 63,000 миль жүрген. 16,500 соңғы бағасы деп тұр. Мінекей XSE бойынша осылай. Toyota Sienna SE 2015 жылғы қара түсті, қара салонмен. 2015 қаншасыншы ай? Түсініксіз екен, $11,700 сап тұр екен. $11,700 3.5 объеммен. Толықтай қара. Вин-кодын көрсетіп кетейін. Машина жабық, хозяинда жоқ. Сол себепті вин-коды $11,700 сап тұр екен. Пробегі белгісіз. Ортасы капитан. Жалпы Carfax ашып қараған жоқпын бұл жерде де. Бағасы жақсы баға көрсетіп тұр екен, сол себепті түсіріп кетіп жатырмын. Скорее всего, мына жақтарында кішкене не берген, жырылған, ар жағында кішкене жырылған мятинкалар бар екен. Жалпы осы Lexus ES тұрған кісілерге 2015 жылғы 2.5 гибридный мотормен, қара түсті, қара салонмен, манхеновский машина. Бұл жерде ешқандай ударсыз келген дейді. Carfax'ын ол жағын енді тек платныймен ғана ашып қарай аламыз. Вин-кодын көрсетіп кетейін. Вин-коды. По вин-коду тоже 2015 жылғы. Пробегі 124,000 миль. 124,000 миль. Такие. Ішкі состояниесі салонның. Сұрап тұрған бағасы $12,000. $12,000 бұл жерде енді Lexus болған екен. Память сиденье, BSM не керек енді барлығы бар. Люк та бар. Артқы салон. Состояниесі жаман емес, жақсы. Обдув, подогрев, перфорированная кожа, поэтому обдув та бар. Бұл жерде бесключевой доступ. Салонның артқы жағын көрсетіп кетейін. Бұл жерде жетіспей тұрған, тек боковой шторка ғана жетіспей тұр. Жалпы артқы шторкілері бар. 2015 жылғы таза гибридный $12,000. Енді саудасының ар жағын енді көре жатармыз. Қазіргі айтып тұрған бағасы $12,000.
кімге керек Lexus естер бағалары осындай. Және мына жерде еще қызылы бар. Бұның бағасы 2000, бұл 2013 жылға. Бұған сұрап тұрған бағасы $10,000. Бұның удары ал жағынан келген, бұл да гибридный 2.5. Вин кодын көрсетіп кетейін. Так, вин коды. Вин кодын көрсетіп кеттім. Енді ақ салонмен бұл жерде мінекей. Жалпы осы бұл қызыл түсті $10,000 дейді. Бұны енді кейін уже тағы да саудаласуға болады. Удар алдан келген. Бұл бойынша осы жалпы егістер бойынша. Это 9500. 9500? Да, мына біреу өте бар екен. 9 можно. Мінекей өздеріңіз естіп тұрсыздар, $9,000 болады дейді. $9,000 бұл сатып тұрған бағасы $10,000 дейді, 2013 жылға. Так, вин кодын түсіп кетейік қана. Вин кодын ашып қарап. Это открыто, машина сними, это бумага. Открыто? Все. Так. Машина 2013 таза вин код мінекей көріп отырсыздар. Ар жағын өздеріңіз енді қарап аларсыздар. Қызыл түсті ақ салонмен жүрген жүрісі 261,000 миль екен. Енді жүрген жүрісі сәл көптеу. Алайда $9,000 беріледі. Бұлар бағасы $9,000 дейді. Қызыл түсті ес. Эсия 2017 жылғы $12,000. $12,000. Так, мінекей 2017 жылғы 101,000 миль дейді. Так, по вин-коду 2017 вин-код бұл да тоже закрыт аукцион, Манхеймнен алынған дейді. Сол себепті тек платный контрактпен ғана ашып көре аламыз. 101,000 миль пробегі. Қара салонмен, кожаный салон, AC комплектацияда, подогрев бар, шторкалары бар, мінекей ортаңғы капитан, және ортаңғы кішкентай сиденьесі де бар. 3 ряд сиденье, люк, бұл жерде, по-моему, электрический, полностью электрический екен, естерде. Мына жер кішкене тозыңқырап қапты. Былайынша состояниесі жақсы екен. $12,000 дейді. Тағы да саудаласып көруге болады. Ар жағын уже нақтырақ саудаласқан кезде белгілі болады. Қанша түсетіні. Роликтерін кішкене майлап жүрген екен. Астын қарап жүрейік. Асты дейді. Енді жабық тұр екен, ашу керек. Мына жерінде жырылған көріп тұрсыздар ғой. Қақ ортадан жырылған екен, бірақ сол күйінде келген. Еш жерін боямаған. Мүмкін Америкада боялған шығар, оны кейінірек тексере жатармыз. Жалпы қазіргі тұрысы осылай келген негізінде. Мынандай вмятинасы бар бұл жерде де. Астарына қалай келді, сол күйінде тұр. Бағасы $12,000 2017 жылға AC комплектацияда. Даже покрышкалардың состояниесі де жақсы. Камера 70 2019 жылға. Ақ түстен бұл да Манхеймнен келген екен. Ешқандай жерден одар болмаған. Айрбактар орында. Оны да енді кейін Carfax'тан жақсылап платныйдан қарай жазармыз. Бірақ әзірше со слов солай болып тұр. Мінекей. По вин-коду тоже 19 жыл. Состояниесі енді жақсы екен. 86,000 миль жүрген. Состояниесі тоже жаман емес. Мінекей. AC комплектация $14,000 дейді. Бұл енді уже жақсы машина уже. Бұнда состояниеге сол себепті қымбат сұрап тұр. Еш жерден удар алмаған болған екен. Салонның состояниесі де өте жақсы. Мінекей.
толықтай былай көрсете кетейін. Астында несін жөндеп жүру керек екен, амортизаторын. Так. Ас теліп кетіп жүр. Ішін жуған сияқты, жуған күйі. Несін бөлігін кептірмей сала сапты. Қазір. Мінекей осы жалпы Camry бойынша. Алдарыңызда Hyundai Santa Fe, комплектация каллиграфии. Байқап тұрғандарыңыздай алдында решеткілері хромированный, 20-лық диск, проекция. Қазір кіріп жатыр, базарға дайындап жатыр. Бағасы $30,000 дейді, саудасы бар. 21 жылға октябрь айы. 21 жыл. Бұл жерде 360 градус BCM датчик. Музыканы дауысын жайып жіберейін. BCM датчик, бесключевой доступ, акустика. Акустика Harman Kardon, электрический сиденье. Мына жерде кожа наппа жүрді, наппа кожасы. Басқа Santa Fe'лерге қарағанда бұл жерде енді жоғарғы сатыдағы комплектация болғаннан кейін. Так, удержание полосы, электронный дисплей, мультимедиа, аудиосистема, полный үлкен экран. Так, еще подогрев, обдув, полный привод, проекция и панорама. Ага, панорама бар. Каллиграфияның артықшылықтары осы. Жалпы мінекей артқы шторкілер де бар. Бұл машина утоп болған, ішері ұрылмаған. Утоп болғанның өзіне жаңағы кілтін жасатқан және аккумуляторын ғана ауыстырған екен. Пробегі 18,000 миль. 18,000 миль. Көріп тұр ма? 18,000 миль. Бастапқы стартовый бағасы $30,000. Екі кілті бар. Задний багаж тоже приводпен. Harman Kardon мына жерде көріп тұрғандарыңыздай машина жаман емес, жақсы. Carfax'ында линиясы көрсетілмеген. Мына варианттан көрсетіп кетейін. Соңғы бағасы $14,000 деп тұр. 2019 жылғы лимитед комплектациясында 44,000 пробегпен жүрген. Проекция, енді BCM датчик, бесключевой доступ, кожаный салон. Бұл жерде де жаман емес комплектациясы, вин-коды. Мінекей 44,000 миль. Монитор барлығы бар бұл жерде. Акустика Infinity. Так, панорама. Қара түсті. Шторка, подогрев. $14,000. Енді жаңа 15,500 деп тұрады. Бұлар бағасы 14,000 дейді. 2.0 объеммен турбина. Даже багажниктің приводы да электрический. Домкраттар барлығы орында. Астын көрсетіп жіберейін. Жаңа арғы жақта запасқа жоқ, бұл жерде запасқа бар екен. Екі бұл жерде. Жалпы осылай $14,000. Мына жерінде кішкене сырылғандар бар.
Оны боямаған, сол күйге қалдырған. Осылай. Мына жақта тізіліп тұрған Santa Fe көп, принципе. Арасында ең арзаны қайсысы деп осыны таңдап алдық. Бағасын жаңағы түсіп, соңғы бағасы 14 мың доллар деп айтып тұр. Басқа мына жерде мыналар бар, 21 мың доллар дейді бұны. Басқалар енді қымбат, енді арасында ең арзаны осы жерде тұрғандарды мына осы ретте алады. Мына жерде Santa Fe ғой, ең арзаны осы болып тұр. Кімге қызық? Santa Fe осындай. Kia Sorento сұраған кісілерге 2020 жылғы 2.0 объеммен автомат коробка 10 мың доллар сатып тұр бағасы. Так, вин кодын көрсетейін. Вин коды. Бұл жерде BCM датчик бар. Тканевый велюровый салон, ручной. Коробка автомат, мультимедиа, 77 миль жүрген. Және 3 ряд сиденья. Мінекей. 3 ряд сиденья. Передний привод. Таза 20 жылға бұл жерде. По вин коду тоже 20 жыл. Sorento соңғы кезде Sorento көбірек сұрап жатсыздар. Сол себепті барынша түсіріп кетейін сіздерге көрсетіп. Міне 3 ряд сиденья. $10 мың саудасы бар. Камера заднего видео бар екен. Жалпы осылай. Toyota Camry 50 есе $9 мың болатын жері $8,700 деп қояды. Енді 125 мың миль жүрген 2014 жылғы вин коды. Ішкі салоны AC плюс люгмен. По Carfax енді айтып тұр. Мынау крыло боялған деп. Енді талшемемен қарап шықтым. Крыло ауысқан. Мына жақ переходпен, ұшында шпаклевка бар еще. Аржағында кішкене переходтар бар. Одан кейін байқасаңыздар, мына жағы екі есікті және ана крылоларында кішкене күмән туып тұрды. Тексеріп көрдім. Екі есік жасалған. Және мына крылода шпаклевка бар. Мына жақта шпаклевка бар. Бірақ өздерінің айтуы бойынша тек арғы крыло ғана солай. Болатын бағасы $8,500 дейді. $8,700 дейді. Солай жалпы. Сол себепті барлығын тексеріп көріп алған дұрыс. Hyundai Elantra 2014 жылғы. Бұның сап тұрған бағасы $6,500. 1.8 автомат коробка, вин коды. Вин код бойынша ар жақта екі есіктен удар болған. Және крылоға ас жағынан тиіп кеткен екен. Мына жерден мына жақта шторка айырбагы шыққан. Орнынан салынған. Есіктер оригинал салынған. Сап тұрған бағасы $6,500. Бұның бір қызығы пробегі бұл жерде 13 мың миль ғана. 13 мың миль. Таза 2014 велюровый салонмен $6,500 сап тұр. Машина почти новый былай айтқанда. Мінекей. Осылай. Так, айта кетейін мына жерде. Мынау ес 2015 жылға $16,500 сап тұр. $16,500. Енді меніңше енді біз үшін сәл қымбаттау. 22 мың миль жүрген 2.5 гибрид. Бірақ состояниесі былай жақсы екен. Салонның состояниесі. Вин кодында көрсете кетейін 2015 жылға. Бұл қазы кіріп жатыр. Әлі бағасы ештеңесі жазылып қойылған жоқ. Қазір 16,500 деп айтып кетті. Мынау $10,500. $10,500, бірақ ол 2012 жылғы. Және бұның
пробегі сәл көптеу екен. Қанша деді? 223 мың миль. Ақ салонмен ашық түсті молочный цвет қой, то есть. Вин-коды 2012. Бұл да енді кішкене қымбаттау. Так. Мынаның бағасы. У него цена была 11, да? Вот этот Avalon 10500 мінеке. 11 мың доллар 2013 жылғы. Срочный продаж жақта 2013 жылғы, я мінеке вин-кодын көрсетейін. Так. Не, вот так покажу быстро. 10500 это машина, брат. И вот цены, ты знаешь, 12, они стоят 12500, за 10500. Мінеке өздеріңіз естіп достар, мен какесі барлығын түсірім. Сол бағасы 10500 дейді, мынаңда бағасы 10500 деп тұр. Міне вин-коды 2013 жылғы. Avalon бұл жерде вин-коды таза 13. Тоже молочный цветпен. Пробегі 157 мың миль. Салоны комбинированный екен. Мінекей қоңыр түспен. 10500 доллар. Артқы фотографтер де бар екен. Және климаттың регулировкасы бар. Люкпен. Так. Жалпы осы сіздерге көрсетіп жатқаным. Кімге қызық, жаза беріңіздер. Так, кеттік аукционға қатысып отырмыз. Мына машинаға 4500 долларға дейін кеттік. Мына грузиндер қатысты тағы да. Давай. Блин, Флорида, еще Нью-Джерси бар. Араға кіріп жатыр. Пробег 25 мың миль. Кетті. Жестко битва отырмда. Шанс жоқ ғой деймін мына жерде. Возможно, есть возможность, жди. Подожди. Все. Отключить это? Да, все, уже не наш. А, следующий же. 4